Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен осындай ерекше пирогтың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл пирог өте жұмсақ, өте дәмді, өте ерекше пирогтардың ішіндегі бірі болды. Ең бастысы, бұл пирог мүлдем духовкасыз піскен пирог. Мүлдем духовканы қажет етпеген, жұмсақ, әрі тез, әрі оңай, аз ғана ингредиенттермен жасалған пирог. Бұл пирогқа бізге осындай пряник қажет болады. Кез келген пряник, оларды осылай турап алдым. Және де осындай банан қажет болады. Менде мында 2 банан кетті. Және де бір пакетте тұрған пряник қана кетті. Бір пакетте тұрған пряникпен 2 банан ғана кетті бұл пирогқа. Осы 2 пирогтан осындай дәмді болып жасалынған пирог шықты. Сіздерге де ұнайтынына өте сенімдімін. Жасап көріңіз. Мен видеомды соңына дейін қараңыз. Дәл осындай тарелканың үстіне осылай кальцоны қойып та жасауға болады, немесе дайын формаға дәл осылай пряниктерді рет-ретімен қойып жасауға болады. Мен мұнда креміне қаймақпен варенка қолдануды ұйғардым. Бұған кез келген крем бола береді. Қалауыңыз бойынша жасап көріңіз, немесе дәл осылай жасап көрсеңіз де болады. Кез келген қаймақты осылай варенкамен араластырып, жаңағы тізбектеп қойған пряниктердің үстінен осы кремді қалыңдау слойка қылып жағып, үстінен банандарымызды қойып, дәл солай 2 қатар шықты, 2 қатар жасап аламыз. Біздің пирогымызда 3 слой шықты. Дәл осы пряник пен банандардан 3 слой пирог болды. Оның қалған кішкене пряниктен осылай ұсақтап бетін әсемдесеңіз болады. Дайын болған пирогымызды 2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Бетін жауып, міндетті түрде. Неге 2 сағаттан кейін осы пирогымыз дайын болды. Неге пирогымыз осындай өте әдемі, әрі жұмсақ, әрі оңай, өте тез, духовкасыз жасалып, дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Дәмі өте ерекше болды. Рахмет назарларыңызға.